Құрметті оқушы, мен сізге Қазақ хандығының саяси тарихы, саяси жағдайы туралы сабағымды жалғастырайын. 1470 жылғы жорықтан кейін Мұхаммед Шайбани 2 жылдан кейін Ноғай мырзаларымен одақ құрып, Қазақ хандарына қарсы қайта шабуылға шығады. Сөйтіп, Мұхаммед Шайбани кімдермен одақ құрды деген сұрақ келген жағдай болса, Ноғай ордасының мырзаларымен деп жауап беріңіз. Ноғай ордасының мырзаларымен одақ құрған Мұхаммед Шайбани Сыр өзенінің бойындағы Аркөк және Сығанақ қалаларын басып алады. Қазақ хандарының жіберген әскерлері Мұхаммед Шайбанидің әскерін талқандап, Сығанақ қаласын қайтарып алады. Құрметті оқушы, мына қалаға көңіліңізді бөліңіз. Сыр өзенінің бойындағы, бұрын Қыпшақ хандығының астана болған, кейін Әбілқайыр хандығының астана болған, Ақ Орданың да астанасы болған Сығанақ қаласы Қазақ хандарының алғашқы астаналық қызметін атқарған қала. Сөйтіп, Сыр өзенінің бойындағы Сығанақ қаласы Мұхаммед Шайбанидің әскерлерінен тартып алынып, Қазақ хандығының қарамағына өтті. 15 ғасырдың 80-ші жылдары Мұхаммед Шайбани Моғолстан хандарымен одақ құрып, енді Қазақ хандарына қайта шабуылға шықты. Оның басты мақсаты Сыр өзенінің бойындағы қалаларын Қазақ өзінің қол астына қарату, ал Қазақ хандарының мақсаты Сыр өзенінің бойындағы 9 жол торабында орналасқан, үлкен керуен жолында орналасқан Сығанақ, Сауран, Созақ, Түркістан, Отырар сияқты қалаларды Қазақ хандарының қарамағына өткізу болатын. Ал енді Қазақ хандары Мұхаммед Шайбанидің ұрпақтарына қарсы күресу үшін Қазақ хандары Әмір Темірдің ұрпақтарымен бірікті. Сөйтіп, Әмір Темірдің ұрпақтарымен бірлесе отырып, Сыр өзенінің бойындағы Сығанақ, Сауран, Созақ қалаларын Қазақ хандары өздерінің қарамағына өткізіп алды. Ал енді Сыр өзенінің бойындағы Сығанақ, Сауран, Созақ қалалары Қазақ хандығының күш-қуатын, саяси беделін нығайтып, осы қалалар Қазақ хандығын әлемге танытты. Құрметті оқушы, сізге сұрақта болып келуі мүмкін. Қазақ хандығының атын әлемге танытқан қандай қалалар деп келсе, Сыр өзенінің бойындағы қалалар немесе Сығанақ, Сауран, Созақ деп жауап беріңіз.